Жақында босанатын келіншектерге жеңіл босанудың 3 жолын айтамын. 4 наурыз күні баламның қимылдағанын сезбей қалып, қорыққанымнан сразу роддомға скорый шақырып келіп қалдым. Келсем, баланың денсаулығы жақсы, сердцебиение ұрып, кішкене айтолғақтардан болып тұрды, бірақ терпемі болғаннан кейін мені наблюдение деп патологияға жатқызып қойды. Бір емес, екі емес, патологияда 6 күн жатып, бұл жолы патологтың патологын қойдым. Енді кәдімгідей күнім өтпей кетті. Азаннан кешке неше түрлі келіншектер қасыма келеді, кетеді, бәрі босанып жатыр, мен неге тумай жатырмын деп қатты уайымдап, бір жағынан толғатып жатқан келіншектерді көріп, травма болып қалғаным бар енді. 8 наурызда былтыр клубника в шоколаде жасап сатсам, бұл жолы роддомда қарсы алатынымды кім білген, достар. Ары көріп, бері көріп, толғағымның бәрі ложный болған соң, ақыры дәріге өттік. 41 апта ровно толған кезде бізге осындай сұйықтық ішкізді. Бұл бізде толғақты жасанды түрде шақыратын дәрі болып табылады екен. Толғақ шақыратын дәрінің бізге қалай әсер еткенін білгілеріңіз келсе, екінші частьқа салып қойдым, көріңіздер. Жүктілігімізге 41 апта толған кезде осындай сұйықтық берді. Бұл бізде толғақ шақыратын дәрі екен. 1 апта бойы патологияда жатып, сұйықтықты таңғы 6-дан бастап беріп бастады. Каждый сұйықтықты ішкеннен кейін КТГ аппаратқа да түсіріп баланың сердцебиениесін бақылап отырды. 10 баласы бар нағашы апам осы іш көйлекті Меккеге киіп барған соң ниеттеніп көйлегін киіп алдым. Толғақ басталса, не до этого болып қалмайын деп, азан мен таңғы 6-дан бастап заттарымды жинап, холодильниктегі тамақтарыма дейін дайындап қойдым. Сұйықтықты негізі 3 әйел ішіп бастадық. Біреуіміз 38-де, біреуі 30-да, мен ең жасы 22 жаста болдым. Сұйықтық тез әсер етіп қалады деп өзіме сенімді болып отырсам, орта жастағы әпшеміз 4 рет ішкеннен кейін уже сұйықтықтан кейін родзалға кетті. Ал біз кешке дейін 8 курсты полностью іштік. Роддомда фитболды тек қана родзалда ғана береді екен. Сол себептен өзімнің үйдегі фитболымды алдырып, жаттығу жасап отырдым. Күйеуім келіп, енемнің жасаған қазы сорпасын алып келді. Осының күшімен босанып ал деп. Толғақ шақыратын сұйықтықты әр 2 сағат сайын кешкі 8-ге дейін ішіп аяқтадық, бірақ бірде-бір толғақ жоқ. Дәріні де іштік, лестницадан түсіп шығып, фитболға да отырдым, дұға да оқыдым. Сөйтсем, менде эрозия күйдірілгеннен кейін шейка ашылуы қиын болды. Сол себептен достар, мен сияқты эрозия күйдірмеңіздер. Қалай босанғанымды келесі частьқа парақшаға салып қойдым. Мереке не істеп жатыр бұл трубочкамен десеңіздер, 6 күн патологияда құр жатпай, толғатып жүрген келіншектердің лайфхактарын қарап үйрендім. Алғашқы 2 баламда осы лайфхакты пайдаланғанымда жеңіл босанатын едім деп ойладым. Толғақ шақыратын сұйықтықты бір күнде 8 рет ішіп, кешкі 8-де ішкенім соңғы түнгі 1-де ғана әсер етіп бастады. Телефонымды полетқа қойып, толғағымның секундын санап отырсам, бір акушерка келіп, маған біреу келіп тұр деп айтты. Негізі енеме бұл жолы партнер болмайсыз деп өзіне айтқан болатынмын. Әпшемді дайындап қойсам, енем мені босанып қалған шығар деп келіп алған. Енем келді, толғағым басталып, родзалға бірге кірсек, ешқандай да пальчик жоқ дейді достар. Әрине бұны қазір күліп айтып отырған, мен сол кезде сонша сағат толғатқаным не болды сонда деп жылап жібердім. Толғақ шақыратын вызывающийді 6-да қосып, сағат 7:25-те қызымды аман есен қолыма алдым. Әрине Алланың арқасында, ең әуелі содан кейін енемнің арқасында деп айтатын едім. Дұға оқып, салауаттар айтып, массаж жасады беліме, сол себептен толғағым жеңілірек өтті. Алдыңғы 2 родыда болған шығармашылық концертімді бұл жолы қойған жоқпын. Сәл спокойно болдым бұл жолы. Сәл болғанда в целом спокойно болдым. Менің ойымша ең бастысы толғаққа шыдап жеңіл өткізу керек сияқты. Сол толғақты мен осы жолы трубочкамен өткізгеніме 100 есе өзіме қуанып отырмын. Жақында босанатын қыздар болса, осы лайфхагымды пайдалансаңыздар болады. Мұрын мен тыныстарыңызды алып, трубочка арқылы шығарып тастасаңыздар, шөлдемейсіздер и толғақтың жеңіл өтілуіне көмектеседі екен.